Сәлем барлықтарыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Осындай дәмді өте жұмсақ болып шығатын пирог жасап көріңіздер. Творықтан жасалады. Видеоны тоқтай көріп сіздер жасап көріңіз. Ең алдымен бізге творог қажет болады. Кез келген творог жарайды. Менде домашний творог. 1 стакан қантымызды салатын боламыз. Мен молдау етіп салдым. 3 қасық немесе 4 қасық толтырып, ас қасық қаймақ салдым. Ванилин салсаңыздар да болады, болмаса салмай қойыңыздар. Разрыхлителімізді салатын боламыз. 1 пакетик полный саламыз. 3 ас қасық ұн салдым. 3 жұмыртқамызды салып, жақсылап езгілеп араластыратын боламыз. Осылай езіп алатын боламыз, бәрі біріккенше. Үйде кез келген нәрсемен езсеңіздер болады. Вилканың немесе блинчиктің көмегімен де, миксердің көмегімен де езіп берсеңіздер болады. Ең бастысы барлығы бірігіп араластыру керек. Егер сұйық болып жатса қатты, 1 ас қасық ұн салып жіберіңіздер. Осындай сұйықтық болу керек бізде. Менде осындай форма, пирогтың арнайы менде формасы болмағандықтан осындаймен жасадым. Астынан міндетті түрде пешіміздің сковородкасын қойыңыздар, әйтпесе ағып кетеді, егер осылай жасаймын десеңіздер. Болмаса пирогтың арнайы өзінің формасымен жасасаңыздар болады. Осылай үстінен мен конфетиктер қосып жібердім, үйде болғандықтан, немесе варенье қолдансаңыздар да болады. 150 градуста 45 минуттай пісіріп алдым, немесе 1 сағаттай пісіріп алсаңыздар болады. Біздің пирогымыз дайын. Суыған соң міндетті түрде суытып барып аласыздар формасынан, сосын кесетін боламыз. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Әрі көп болып кәдімгідей ісінеді негізі, сосын басылып қалады. Осындай қатты кішкентай емес, орташа көлемде форма болып шығады. Өте дәмді, әрі жұмсақ болып шығады. Ас болсын сіздерге. Рахмет.